Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін осындай банапе-фай пирогының рецептісімен бөлісетін боламын. Айтылған нұсқаулық бойынша даярласаңыз, сізде өте дәмді банапе-фай пирогы шығады. Құрамына керекті ингредиенттерді мен экран алдына және де описание бөліміне қалдырып кетемін. Ең алдымен ұнға қопсытқышты, қантты жақсылап араластырып алғаннан соң майды қосасыздар. Бөлме температурасындағы мен қопсытқышты қосып кетіппін. Майды барлығын бір шетке ысырып, ұнын өзіне қосып, сәл араластырып алғаннан соң барып қамырды илеп бастадым. Май менен ұнды араластыру арқылы құм секілді консистенциядан соң бір жұмыртқа қосып, осындай қамырды илеп аласыздар. Қолға жабыспайтын қамырды бірден холодильникке салмай-ақ осылай формаңыздың ішіне салып жая берсеңіздер болады. Менде форма 26 сантиметрлік, бірақ дәл осы рецептпен 22-24 сантиметрлік форманы алып, табанын сәл қалыңдау қылсаңыздар өте дәмді болады. Ал енді салмасына кірсек, вареный сгущенканың 4-3 бөлігін қоссаңыздар жеткілікті. Жартысынан сәл көбі. Көп жерде бір банка деп белгілейді, бірақ жарты банка жеткілікті. Варенкаға қосымша ештеңке қоспайсыздар. Құр өзінің нанның бетінен жағып шықсақ солай жеткілікті. Ал енді холодильниктен шығарылған салқын сливкемізді алып 250-270 мл ала берсеңіздер болады. Кремімізді араластыратын миксер насадкалары құрғақ болу қажет. Және де менің кремім стойкий, яғни өзінің формасын жақсы ұстау үшін мен кішкене крем-чиз қосам, бірақ ол міндетті емес. 60 грамм шекерімізді қосып, барлығын жақсылап миксермен араластырамыз. Енді қамырымыз піскеннен соң торттардың барлығын алып жинастырамыз. Ең бірінші варенканы саламыз. Жақсылап жағып шыққаннан соң банандарымызды алып біртіндеп қойып шығамыз. Кремді әдемілеп жағып шығу мақсатында мен ерек насадканы пайдаландым, және де кремдердің барлығын кондитерлік қапшыққа салып, осылай әдемілеп сәндеп шығамыз. Дәл осылай қалдырсаңыздар да болады, немесе үстіне әсемдік мақсатында какао ұнтағын сеуіп шықсаңыздар болады. Осылайша пирогымызды 1,5 сағатқа холодильникке жібереміз. Сол кезде кремдердің барлығы сіңіп, өте дәмді пирог пайда болады. Назарларыңызға өте көп рахмет. Видео ұнаса, каналыма тіркеліп лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымда кездескенше аман сау болыңыздар.